Баршаңызға сәлем достар. Тауық қанаттарынан жасалатын, сырты осындай қытырлақ болып шығатын, өте дәмді болып шығатын, үй жағдайында жасалатын балдардың сүйікті асы чикеннің рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Ең алдымен тауықтың қанаттарын алып, осылай екіге бөлеміз. Және де мынандай үшбұрышты жерін мен алып тастаймын, оны қолданбаймыз. Барлық тауықтың қанаттарын осылай бөліп алатын боламыз. Енді маринадтап қоямыз. Маринадтау үшін бізге сұйық май немесе зәйтүн майы қажет болады. Үстіне тұз саламыз. Толық рецепті описание қалдыратын боламын. Бұрыш саламыз. Және де паприка салатын боламыз. Және міндетті түрде қызыл бұрыш саламыз. Үстіне су құйып, салқын су болсын, міндетті түрде араластырып, бетін жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа қалдыратын боламыз. Бір түнде қалдыруларыңызға болады. Енді клярды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға ұн қосамыз, су қосамыз, тұз қосамыз, және де паприка қосамыз. Енді маринадталған тауықтарымызды тоңазытқыштан шығарып, ең алдымен ұнға ұнатамыз. Одан кейін клярға саламыз. Және біздің панировочный сухарийімізға жақсылап тұрып аунатып аламыз. Барлық тауықтарды осылай жасап шығамыз. Егер сіздер тауықтарыңыз ащы болсын десеңіз, мына клярға қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Достар, егер менің рецептім ұнаса, міндетті түрде менің арнама жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Чикенімізге арналған соус дайындаймыз. Ол үшін майонезге сарымсақты үккіштен өткізіп саламыз, немесе чеснокодавка болса, сіздерде соны қолдансаңыздар болады. Және де үстіне кетчупты құямыз. Барлығын араластырып қоямыз. Мінекей біздің соусымыз дайын. Табамызға майды құйып, қатты қыздырып аламыз. Майымызға чикен батып тұруы қажет. Және де чикенді салмастан бұрын астын орташа отқа қоямыз. Себебі майдың асты қатты тұрса, чикеніміздің сырты күйіп, іші піспей қалуы мүмкін. Сол себептен орташа отта қатты қызған майда пісіретін боламыз. Жан-жағының барлығын қызарғанша пісіріп аламыз да, осындай салфеткаға салып, майын сорғытырамыз. Мінекей достар, біздің өте дәмді қытырлақ болып шығатын чикеніміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балдарыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Баршаңызға ас болсын.